Hello dear children, сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен Excel 6 сыныбына арналған кітабымызды жалғастырамыз. Бір F-ке келдік, 14 бет. Сіздерге мына жерде don't be shy деген текст берілген. Қазір сол мәтінді оқитын боламыз. Алдымен мына жерде тұрған анықтамаға көз жүгіртейік. Shy дегеніміз ұялшақ деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде сын есім, яғни қандай, ұялшақ. A shy person feels nervous or uncomfortable when with other people. Ұялшақ адам басқа адамдармен болғанда өзін қобалжулы әрі жайсыз сезінеді. Бірінші, read the definition and look at the pictures. Анықтаманы оқы, суретке қара. Have you ever felt shy in any of these situations? Жалпы осындай жағдайларда ұялып көрдің бе? How can a person stop feeling shy in situations like these? Бұндай жағдайларда адам ұялуын қалай тоқтата алады? Listen and read the text to find out. Білу үшін мәтінді тыңда және оқы дейді. Қазір мәтінді оқимыз және аударатын боламыз. Don't be shy, ұялма дейді. The teacher asks you a question in class and you go bright red. Мұғалім саған сыныпта сұрақ қойса қызарып шыға келесің. Your friend introduces you to some new students and your hands start to shake. Сені досың басқа оқушылармен таныстырып жатқанда қолдарың дірілдейді. Is this you? Бұл сен бе? Well, most young people feel shy in new situations. Көптеген жастар жаңа оқиғаларда ұялады. But sometimes shyness can stop you enjoying some great new experiences. Бірақ кейде ұялшақтық сені жаңа керемет тәжірибелерден тоқтатуы мүмкін. Luckily, there are things you can do to stop feeling shy. Қуанышқа орай, ұялшақтықты қоюға көмектесетін нәрселер бар. 5 ways to shake off shyness. Ұялшақтықтан арылудың 5 жолы. First, practice in comfortable situations. Бірінші, қолайлы кездерде жаттығу. When talking to your friends, practice eye contact, small talk, and asking questions. Досыңмен әңгімелескенде көзбен байланысты орнатуды, кішігірім әңгіме айтуды және сұрақ қоюды іске асыр. That way, you will be able to socialize more easily when meeting new people. Осылайша жаңа адамдармен танысқан кезде ортаға сіңіп кету жеңіл болады. Second, join in with activities you enjoy. Өзің жақсы көретін үйірмелерге қосыл. If you like sport, join a team. Егер спортты сүйсең, командаға қосыл. If you love singing, join a choir. It doesn't matter whether you can sing well. Егер ән айтуды сүйсең, хорға қатыс. Ән жақсы айта аласың ба, әлде жоқ па, маңызды емес. If you meet people like you will probably feel more comfortable with them. Егер өзің сияқты адамдарды кездестірсең, өзіңді жайлы сезінуің әбден мүмкін. Үшінші, think about what to say. Не айтатыныңды ойлан. Are you avoiding something because of shyness, like a phone call or a conversation? Телефон қоңырауы немесе әңгімеден ұялшақтығың үшін қашып жатсың ба? Don't, қашпа. Just write down what you want to say first. Жай ғана алдымен не айтқың келетінін жазып ал. Fourth, take small steps. Төртінші, аз қадамдар жаса. Don't avoid new experiences because you are shy. Ұялшақтығың үшін жаңа тәжірибелерден қашпа. Speak to those new people or join that football team and quickly you will feel less shy. Әлгі жаңа адамдармен сөйлес, футбол командасына қосыл, және сен тез арада азырақ ұялатын боласың. Fifth, know that you can do it. Бесінші, бұны жасай алатыныңды біл. Many people learn to be less shy. You can too. Көп адамдар
азырақ ұялуды үйренеді. Сен де бұлай жасай аласың. It's okay to be a little shy. Кішкене ұялшақ болу дұрыс. Just don't let your shyness stop you from doing what you want. Жай ғана ұялшақтығыңа, сен сүйетін амалдарды жасауға кедергі болуына жол берме. Балалар, сендерге бұл текст түсінікті болды ма? Мысалы, әдетте бізде кейбір оқушылар бар, тақтаның алдына шығуға ұялады, сабақ айтуға ұялады. Немесе мұғалім сұраған уақытында бір сұрақ қойған кезде, ол біліп тұрса да жауабын, бірақ қолын көтеруге ұялатын оқушылар бар. Солар туралы айтылған бұл жерде, ондай кезде ұялуға болмайды дейді. Ұялатын жағдайлар бар, ұялмайтын жағдайлар бар, Сондықтан да бұл жерде уже шамадан тыс ұялшақтық болып кетеді. Сіз егер білетін нәрсеңіздің өзін айтуға ұялатын болсаңыз, немесе жаңа бір жақсы адамдармен танысуға ұялатын болсаңыз. Exercise number 2. Екінші жаттығу. Read again and answer the questions. Қайтадан оқы және сұрақтарға жауап бер. First, how can shyness be a problem? Ұялшақтық қалайша проблема болуы мүмкін дейді. Оның жауабын тексттен іздейтін боламыз. Жауабы бізде shyness can stop you enjoying some great new experiences болады. Екінші, how can a person feel more confident when meeting new people? Адам өзін жаңа адамдарды кездестірген кезде қалай сенімді ұстаса болады дейді. Оған мынаны қойсақ болады. Practice eye contact, small talk and asking questions. Үшінші, what can a shy person do before making an important phone call? Write down what you want to say first. Төртінші, why do some people avoid new experiences? Неліктен кейбір адамдар жаңа тәжірибелерден қашады? Бұған because of shyness деп жауап берсек болады. Ұялшақтықтың себебінен деп.